Қазақстандық боксшы WBA дәрежесі бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкин өз атағын абыроймен қорғап қалды. Ақшта өткен кездесуде ұлыбританиялық Мэтью Маклимен шаршалаңда кездескен отандасымыз одан басым түсті. Тіпті қарсыласын нокаутқа құлатты. Әлем чемпионы Геннадий Головкиннің бұл 27-ші жеңісі. Ол алғашқы 2 раундта да қарсыласына төтеп беруге мұрша бермеді. Ұлыбританиялық Мэтью Маклин де осал емес. Алайда отандасымыз соңғы шешуші раундта сол қолымен бауырдан ұрып нокаутқа құлатты. Ауыр соққыдан есеңгіреп қалған Маклин бірнеше минут жерден тұра алмай жатып қалды. Бірде-бір рет жеңіліп көрмеген Геннадий Головкин осымен 24-ші рет қарсыластарын нокаутқа құлатып отыр. Осылайша өзінің шебер екенін дәлелдеді. Және 350 мың ақш доллары болатын жүлде қорын қанжығасына байлады. Жекпе-жектен кейін өзімді жақсы сезініп тұрмын. Бұл жеңісімді Астана күніне және елбасына арнаймын. Елімізге осындай сыйлықты тарту үшін бар күшімді салуға тырыстым. Айта кетейік, 31 жастағы спортшы Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің дене тәрбиесі және спорт факультетін бітірген. Бокстан Қазақстанға еңбек сіңірген спорт шебері атағын иеленіп, құрмет орденімен де марапатталған. Назерке Абдрахманқызы, 24 KZ.